Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін біз үй жағдайында тез табылатын үйдегі заттардан пицца жасайтын боламыз. Ол үшін бізге жылы су, ашытқы, тұз, шекер қажет. Осы массалықтарды бір-біріне араластырып болғаннан кейін 3 ас қасық жемшік майымызды қосамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін ұнымызды бірнеше бөліктерге бөліп, жеке-жеке араластырамыз. Себебі біздің массалығымыз іртік-іртік болып қалмай, біркелкі болып араласу қажет. Қамырымызды илеп болғаннан соң нәтижесінде жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтын керемет қамыр шығады. Енді осы қамырымызды бетін жауып, жылы жерге ашығанша қойып қоямыз. Негізі бұл тестадан 2-3 штук пицца шығады, немесе ыдыстарыңыздың көлеміне қарай үлкен бір пицца жасауларыңызға болады. Енді осы ашыған қамырымызды 2 бөлікке бөліп домалақтап жайып аламыз. Қамырымызды домалақтап жайып болғаннан кейін пиццамызды салатын ыдысымызды жақсылап майлап аламыз. Ыдысымызды майлап алғаннан кейін пиццамыздың қамырын жақсылап орналастырамыз. Енді оның бетіне мен кетчуп пен майонез жағып шықтым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша соустар жақсаңыздар болады. Содан соң керек заттарымызды қоймас бұрын қамырдың бетіне азаған сыр салып алғанымыз жөн. Өйткені сыр біздің шұжығымыздың көтеріліп кетпеуіне көмегін тигізеді. Енді 180 градуста қызып тұрған пешімізге пиццамызды пісіріп ала берсек болады. Және мен сырды пицца піскеннен кейін бетіне сеуіп, 1-2 минутқа ғана қызып тұрған пешке салып аламын. Сол кезде біздің пиццамыздың сыры өте созылмалы, дәмді болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.